Келесі логикалық схемада вентиль атаулары саны және шығыс мән дейді. Вентиль деп отырғанымыз бұл жерде клапан деген, яғни клапан деп тұрғанымыз мына нәрселер, мынау деген нәрселер айтып тұр. Енді қараймыз. Бізге не сұрап тұр? Саны дейді, яғни нешеден бар екен. Бізде үш логикалық операциялар бар, негізгі конъюнкция, көбейту, дизъюнкция, қосу, және де инверсия, терістеу деген үш логикалық операция бар. Осының үшеуінің әрбірінің белгілену вентильдері бар, яғни мына жерде операцияны орындайтын. Мына тұрған нәрсе ол бізде мына жердегі белгісіне қараймыз. Екі кірісі болады, бір шығысы болады. Ішінде мында end деген белгі бар ғой, кәдімгі ағылшындағы. Сол белгі тұратын болса, ол бізде end дегенге қандай ассоциация бар? Ол бізде конъюнкция, яғни көбейту деген сөзге ассоциация. Яғни бұл вентиль конъюнктор болып табады. Егер де бір деп тұратын болса, бұл бізде дизъюнктор, ол бізде қосу болып табады. Оны қалай жаттаймыз? Жердегі бір деген сан тұр ғой, сол А мен мысалға Б деп тұратын болса, бұл белгі дизъюнктордың бір белгісіне жатады. Мына тұрған төрт бұрышты болып, мына жерде кішкентай дөңгелек тұратын болса, ешқандай ішінде ештеңе болмаса, онда ол инверсия, яғни терістеу дегенді білдіреді. Аны бізде былай бір конъюнктор бар, екі дизъюнктор бар. Инверсия біреу ғана екен. Шығыс мән деп тұрған, мына нәрсе шығыс деп тұрған, ол шығып тұрған сіркін айтып тұр, 1 мен 0 деп тұр. Екеуі кірісте тұр, яғни екеуін көбейтесіңдер. Одан кейін 1 мен 0-ді қосады бұл жерде уже, 1 мен 0-ді қоссақ, бізде 1 деген жауап шығады шығысында. Одан кейін мына 1-ді терістейді, терістеуден өтіп тұр. Терістеуден өткен кезде 1-дің қарама қайшысы ол бізде 0-ге тең. 0-дікі 1 керісте, 0 мен 0-ді қосқан кезде шығысында 0 деген жауап шығады екен. Сондықтан жауап бізде Д болады екен.